Қош, көрсетемін. Нормально. Ялма. Ялмаған бала әртіс болады, кән? Уже көріп алған шығарсың. Яқ бір құлыпқа баратындай киініп алғансың, не? Біздің түрім ау. Мен ойлағам, бір жаққа барып қаламын ба деп. Дәлші қойшын ба? Жоқ, дәлшісізбен. Жоқ, өте сақпағай. Жаңа ғана басқаша сөйлеп отыр еді, ойбой. Ай, мен жіберет. Айгүл, қалыңыз қалай? Күшті. Балаларыңыз сабаққа дайын ба? Дайын ба? Дайын. Өзіңіз де кішігірім бір жерге сабаққа оқуға түсуге дайын болып тұр екенсіз. Қандай тамақ ішкіңіз келіп тұр? Плов? Екеуміз осы жақта плов жеген едік қой. Дубайға кетпеспін. Әдем. Достар, короче, самый египет. Шай ішесіз бе? Қой! Мен просто ең жақсы көретін беляшым болғаннан кейін Айгүл жеймін дедік. Тағы біреуін заказ дедік. Аламыз да, короче, былай. Аппетитті жеп отқан еді өзі. Бұл кісі біледі ғой не жеу керек екенін, біледі. Мен шынымен де қолым босамай, жаңағындай балалардың мектебінің заттары бар, анау бар, мынау бар, шынымен сонымен кішкене басым қатып кеткен бар, а так нормально. Біз тамақтануға келдік. Мына чебуреки де бірінші рет көріп тұрмын. Неге бұндай үлкен? Мына байге бар қасымыз, ас болсын байге. Қайсыздар достар, сторисқа шығатын мүмкіншілік болмай кетті ма, или сәл ерініп қалдық па, бала қарап не істеп, ренжімеңіздер. Мен қазір роддомнан кеп, жаңағы бір киімдерін апарып тастайын деп ойлаған едім, мамам менің барайыншы деп қоймады. Енді айтады ғой, бала татты ма, немере татты ма, немере татты болып отыр ғой деймін. Айтады, бәрі ұйықтай алмай тұрмын менің де дейді. Бала немерем қасында болайын деді, сонымен қазір маманы апарып тастады, үйге келе жатырмын. Папа мен де барайын дейді, қойыңдар айналайын. Солай үшін достар, қазір үйге келдім. Андай роддомда шығып, өйтіп қатты шаршайтып тұр жоқ, но роддом болғаннан кейін ба, больница ретінде ма, шаршап қала берсін ба бірдеңе. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қайырлы күн достар. Негізі халық деп айтпай ақ қойыншы, адамдарға ештеңе жақпайды, мысалы. Үйленбей жүрген кезімізде мыналар неғып үйленбейді, олар хайп үшін жүрген бірдеңе деп жамандайтын. Үйленгеннен кейін неғып бала таппайсыңдар, неғып қыдыра бересіңдер, ел аралап деп ұрсатын. Көтерген сон немне бәле түйенің етін жеп қоғанба неғып тумайды деп ұрсатын еді. Енді туғаннан кейін не болды, неғып выписка істемей жатсыңдар дейді. Выписка болғаннан кейін не айтады екен деген қызық болып тұр. Енді выписка деген жаңағыдай кенжем шамалы сырқаттанып қалыпты. Ангинасымен ба, білмеймін. Соң Казапчикаға келдім. Ұлымыз шүкір Аллаға, денсаулығы жақсы, көстемесін. Сол кенжем шамалы сырқаттанып қалды. Соған бір-екі күн нормально болып кетсе, Алла қаласа выписка болады. Бүкіл араласатын таныс достар, жақындарымыз, ағайын бауырларымыз бәрі келеді деген ойдамын. Сондықтан аспан. Короче, папа екеуміз роддомнан келдік. Тұрып қарсыңыз? В общем, папа бүгін уже ауылға қайтамын дейді. Неге екен білесіздер ма? Этажный үйге тұрғысы келмейді. Жер үй алсаң келем дейді. Жер үй болса мен с удовольствием екі айлап жүре беремін. Этаж үйде қысылып кеттім дейді. Сол выпискада қайтып келемін дейді, енді жеңгем екеуі, үлкен жеңгемен. Мен природаға үйреніп қалғанмын ғой. Солай общем, үйге келдік. Еще мың қарсаңыз, квартира 118, этаж 18, баланың туған күні 18. 18. Папаны жолға шығарып салдым, мама қалды. Папашандай этаж үйге қысылып кетеді. Шыдай алмайды. Ауылда үйде жаңа сыртқа шығады, кіреді, ары-бері жүреді, соның движение жақсы көреді. Рыбалка кетіп қалады. Ала аласа енді жолымыз жүріп кетіп, жер үй салып алсақ, мамам папа келіп тұрады деген ойдамыз. Или бізбен бірге тұрса жақсы болады. Енді үйдің кенжесімін ғой, не дегенмен. Сол, үйдемін енді. Пока что кеттім. В общем, қазір достар,
мамам мен Дианаға келдім. Тамақ, анау мынау, молокосос дегендей. Короче, кеше алды күні молокосос алғам. 35 мыңға электрический. Түк істемейді дейді, короче. Вообще не рабочий. Тағы біреуі тұрды сол жерде 124 мың теңге. Сол ойладым, не бөліп, президенттің қатынын сорып отырдар ма деп. Қазір ручнойын атып білядыр, мені көреміз. Өзі қандай жақсы білмеймін шашын керек. Мен бірінші болғаннан кейін түк білмей атып, топоймыз ғой, короче. Мына жерді түсірмесем же болмайды негізі. Бөлек қомны уже. Еще андай коридорда шаны кесер болған қыздар жүреді да. Зомби сияқты шын бүйтіп ташап қойын десем, осы иногда алдынан шыққан кезде еще лифт башылады. Сол. Болды, кстати, көріскенше кеттім. Короче, сағ қайттым мен. Тамақтарын бердім. Мен жоқтан бұрыным бітеліп, тамағын пішіп жатыр. И Динара Есімжанова деген Диананың врачы. Өте жақсы кісі, білімді. Сол кісі айтты. Сенен бірдеңе жағып жүрмесін кет деді ғой, короче. Сол врачтың айтқан заң. Кетсек, маман тастап кетіп қайтып баратын екен. Завтрак ішіп отырмыз, Нұрбекпен мына жақта шақырған болатынбыз. Әлі жүрміз, мынау қарапакетпен. Әлі жүрміз, ойланып. Сізге айтқым келіп тұр да, біз бұл ақшаны қабылдай алмаймыз, негізі өте қомақты ақша бұл. Не, сендерге берілген зат айтпай су үшін шақырыңдар ма мені? Алмаймын мынаны. Жоқ, енді бұл деген өзімізде мысалға салатын ақша деп жандай жас болғаннан кейін сіздерге может өздеріңізге керек шығар деп. Сыйлық қой бұл, сыйлық беташар. Не. Ондай болса, мен короче кеше түнімен ойланып шыққан бір идеям бар да, соған сізге қалай деп. Тыңдайсыз ба идеямды? Тыңдап көрейік. В общем, идея былай болып тұр. Кеше мен оқырмандарым көп жазды, Аружан, Нұрбектердің үйінің 30-ына қатысқымыз келеді деп. Но, насколько я знаю, у вас продажи закрыты, да? Продажаны жауып тастамыз, иә? Я, а что если менің оқырмандарыма буквально 1-2 күнге ссылканы ашып, осы ақшаны біздің оқырмандарымыздың арасында таратсақ қалай қарайсыз? Если сендердің оқырмандарың ғана болса, мне кажется, надо у них спросить, если они проголосуют, если они хотят. Көрейік енді. Негізінде енді мен оқырмандарыма күшті идея болайын деп тұрған сияқты. Ол қалай ойлайсыздар енді? Біздің идеямыз сол болып тұр, өздеріңіз білесіз. Мен адамдарды қуантқанды жақсы көремін. Осы